Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Флейнди. Алдыңғы видеода сіздер 150 лайк, 500 просмотр жинадыңыздар. Сіздерге просто үлкен рахмет. Просто сендер лучшийсыңдар. Давайте алдыңғы видеолықтағыдай біз бұл жолы 150 емес, 100 лайк жинайық достар. Даже 90-80 лайкқа мен қатты қуанам. Давайте мені қуантып 80-90 100 лайк жинап тастайық. И мен сіздерге лайфхактар, фишкалар деген екінші бөлімді түсіретін боламын. Достар, бүгінгі видеода бізде лайфхактар, фишкалар жайлы видеоролик болады. Қалай үйлерді рашт ету керек сияқты. В общем, бізде топовый видеоролик болады. Так что обязательно арнаға тіркеліп, колокольчикті басып, лайкты басып, комментарияны жазамыз. Ал біз өзіміздің керемет видеоролигімізға кеттік. Бля, у меня голос охрип. Бірінші лайфхагымыз, достар, қалай лабутенді рашт ету керек. В общем, бұл Мемасакидің үстіндегі лабутен. И осылай видеодағыдай заправканың үстіне шығамыз. Мынау тұрған заправкаға, в общем, осылай шығамыз да. И көздеп мұнда тұрған крысаны өлтіріп тастаймыз. И все, достар, екінші лайфхагымызға кеттік. Екінші лайфхагымыздар лабутенді Мемасакида. В общем, осы тұрған тейсі столға 3 шарпе шығамыз. Мінекей 1, 2, 3 шарпе лабутенді шығамыз да. Осында тұрған крысаны өлтіріп тастаймыз. Егер достар олай болмай жатқан болса, бізге не керек? Я обязательно тура бірінші лайфхактарды осылай шығамыз да. Мұнда тұрған крысаны атып тастаймыз, достар. Осындай лайфхак үшін просто обязательно бомбезный дәу лайктарыңызды басыңыздар. Комментарийға түсіп, любой комментарий жазып кетіңіздер, ал біз өзіміздің үшінші лайфхагымызға кеттік. Достар, мінекей біздің лайфхагымыз ойшын починки деген жерде. Бүкіл очевидно аша, мүмкін білмейтіндерге көрсеткім келіп тұр. Итак, бала, ойлап қараңыз, мына тұрған креативті адамын тұр, и сіздерге оны срочно өлтіріп тастап лутын алу керек. Сіздер не істейсіздер? Мына тұрған домбосаға шығасыздар, балконына шығып, ошақтан тұрған адамды атып тастай аласыздар. Егер тиммейттарыңыз болса, олар стенкамен жауып, гранатамен атып тастай алады. В общем, осындай керемет лайфхак. Достар, мінекей тағы да лайфхак. Ойлап қараңыздар, дом болсада адам, мұнда адам отырып алған. И сіздер оны өлтіре алмай жатсыздар. Сіздер ең алдымен не істейсіздер? Сіздер ең алдымен бұл жаққа стенка қоясыздар. В общем, тура осы жаққа қоясыздар. Мына шетті жауып тұру керек. И мына жақ есік жақ, мінекей тура осы жаққа қоясыздар. Қазір менде стенка жоқ. И солай қойып тастайсыздар. Және үстіне былай шығып, шымында стенка тұрады. И артына айланып барып, атып тастауға болады. Егер достар бұл көмектеспей жатса, то достар сыртқа шығамыз. И міне тұрған баллонмен гаражға секіреміз. И осы жақтан тұрған адамға атуға болады. Егер достар атамай жатсам болсаңыздар, типа осы жаққа жақындап атасыздар. Ну, мүмкін достар сізде дальний жоқ, немесе вообще рашт еткілеріңіз келсе, то баллонмен секіресіздер. И осы жақтан атып бастайсыздар. Енді ол адам ан жаққа қашып кетті дейік, немесе сол жаққа, немесе оң жаққа қашып кетті дейік. И біз аламыз да, баллонмен тағы да секіреміз. Қолымызға ближнемізді аламыз да, мынау тұрған балконға келіп түсеміз. И сол пацанчикті раштап өлтіріп тастайсыздар. И мында как раз стенка тұрады. И все, достар, өте керемет лайфхак. Обязательно лайк басамыз. Ал біз келесі лайфхагымызға кеттік. Келесі лайфхагымыз тоже самый починкида. Бұл тоже самый курятник. Уже біліп тұрашасыздар. Былай шығамыз и ошақтан атып тастаймыз. Мында тұрған пацанчикті. Тиммейттеріңіз болса, анжата стенка қойып граната лақтырады. И сіз тұрып мұнжадан артынан ата бересіздер. Годно, топово. И келесі лайфхагымызға кеттік. И достар, бүгіндікке соңғы лайфхаг, ол пик деген жердегі дом болса. И жаңа айтқандағыдай, сіздерді челіктер келіп, ошақтан стенка қойып, рашт етіп бастайды. И сіздер қалай қашасыздар олардан. Сіз мұнда мина қоясыз, мина жоқ болса граната лақтырасыз, немесе флешка лақтырасыздар да. Айланып барып, мына тұрған балкончиктан, көздеп былай, достар, секіріп, и ақырын ғана мына тұрған, астында тұрған, осы бакпен былай өтіп кетесіздер да, осылай ақырын ғана түсіп,
жаңағы адамнан қашып кетесіздер. Вот и все, достар, біздің видеоролигіміз соңына жетті. Егер де сіздерге бұл видеоролик полезный болса, көмегі тиген болса, обязательно, достар, сіздерден жалынып сұраймын, лайк басайық, комментария жазып, арнаға тіркеліп, просто колокольчикті басып активный отырайық. Өйткені мен сіздер үшін түнгі сағат 2 болсын, 1 болсын видеоролик түсіріп, монтировать етіп отырмын. Так что сізден болған мен Фленди, арнаға тіркел, екінші бөлім алсаң 80-90 жылай жинаймыз. Сізден болған Фленди, пока-пока, чао.